Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ақерке. Бүгін осындай өте ерекше дәмді тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ол үшін осындай сұйық май, тұз, картоп, пияз, сәбіз және де тартылған ет, жарты пиала су, бір жұмыртқа және де ұн қажет болады. Толық рецептінің құрамын описанияға жазып кететін боламын. Ол үшін алдымен осындай терең ыдысымызға ұнымызға бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ортасына осылай орысша айтқанда углубление жасап, бір жұмыртқамызбен жарты пиала суымызды құйып, орташа жұмсақ етіп, қатты тығыз да болмайды, қатты жұмсақ та болмайды, орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды осылай әдемі етіп илеп аламыз. Одан соң қамырымыздың ұюы қану үшін, яғни демалу үшін бетін жауып, немесе целлофановый пакетке орап, 5-10 минутқа демалуға жібереміз. Қамырымыз демалғанша, енді ішіне салынатын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін мен осылай блендердің көмегімен пиязды майдалайтын боламын. Егер де сіздер блендер болмаса, онда пиязымызды өте жұқа етіп, турап шықсаңыздар болады. Одан соң тартылған фарштың үстіне осы пиязымызды салып, және дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәмдеуіштермен де бір шай қасық тұз және де қара бұрыш. Егер де сіздерде қатты тағы да ащы немесе тағы да басқа дәмдеуіштер қосқыларыңыз келсе, қосып бірге араластырып жіберсеңіздер болады. Осымен салмамыз дайын. Мінекей қамырымызда дайын болып шықты демалып, енді дөңгелек формасын беру үшін осылай қолымызбен басып шығамыз. Яғни бұл қамырымызды кәдімгі бешбармақтың қамыры секілді жайып, дәл сондай толщинада етіп жаятын боламыз. Бір ескерте кететін жайт, бұл қамырдың мөлшері негізі 10 шақты порцияға жетіп қалады. Менде 4 қана порция болғандықтан мен қамырдың тек жарты бөлшегін пайдаланып, қалғанын кеспеге пайдаландым. Сіздер барлығын осылай бірден дайындап алсаңыздар болады. Қалған порциясын кейін морозильникте, яғни мұздатқышта қатырып, кейін полуфабрикат ретінде шетінен пайдалансаңыздар болады. Мінекей видеода көрсетілгендей мен қамырдың тек жарты бөлшегін ғана кесіп алдым да, одан соң қазір қамырларымызды полоски етіп кесіп шығатын боламыз. Осылай 2 саусақтың мөлшерінде етіп кесіп алсаңыздар болады. Ұзынша етіп қазір формасын шығаратын боламыз. Мінекей қамырларымызды салып шықтық. Енді салмасын салып жатқан кезде беті желденіп қалмауы үшін майлықпен жабуды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей салмасын ұзынша етіп, толықтай салып шығамыз. Одан соң жан жақтарын осылай түйіп шығатын боламыз. Қазір видеода көрсетілгендей. Қатты қысып, жан жағы ашылып кетпеуі керек. Мінекей осылай шығады, барлығын түйіп шықтық ұзынша етіп. Енді қазір турап кесіп дайындап қоятын боламыз. Осы видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап шығамыз. Қамырлы салмамыз осымен дайын. Енді сорпасын дайындағанша осындай әдемі болып кеуіп тұрады. Ол үшін енді зажаркасын дайындайтын боламыз. Сорпасына пиязымызды ұсақ етіп турап шығамыз. Міндетті түрде ұсақтап тураңыздар, өйткені сорпада дәу болып әдемі болмай қалуы мүмкін. Одан соң осы сәбізімізді палауға турағандай турап шығамыз. Одан соң картопымызды кәдімгідей осындай майда етіп
кесіп шығамыз. Енді 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, одан соң пиязымызды алтын түстес болғанша қуырып аламыз. Пиязымыз мінекей осылай әдемі болып қуырылып шықты. Енді сәбізімізді салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде сәбіз өзінің түсін осы қуырып жатқан кезде шығару керек. Яғни сарғыштау болғанша жақсылап қуырып аламыз. Мінекей баяу отта сары түсін бергенше жақсылап қуырып алдық. Енді картопымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Мінекей көкөністерімізді жақсылап араластырып алдық. Енді қайнаған суымызды құятын боламыз. Суымызды құйып болған соң дәміне орай 1 шай қасық тұз, одан соң қара бұрыш және де паприка қосып, барлығын жақсы араластырып алып, көкөнісі пісіп, қайнап шыққанша күтетін боламыз. Енді сорпамыз дайын болғанша мен осындай үйдегі бар нанмен сухарики жасауды жөн көрдім. Яғни сарымсақты дәмімен және паприка дәмімен. Бірінші сарымсақты дәмімен жасайтын боламыз. Алдымен осындай кез келген нан болсын, батон болсын, осылай ұсақтап турап, өздеріңіздің қалағандарыңызша формасын шығарсаңыздар болады. Мен ұзынша етіп турап шықтым. Одан соң табамызға пергамент қағазын төсеп, 180 градуста 5-10 минутқа беті қызарғанша кептіріп алатын боламыз нанымызды. Мінекей нанымыздың бәрін табамызға салып, енді духовкаға 5-10 минутқа беті қызарғанша жібереміз. Енді заправкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай 2 ас қасық сұйық май, одан соң 1 шай қасық тұзымызды, одан кейін 300 зубчик чесногымызды пресстен өткізетін болам. Егер де сіздерде пресс болмаса, теркадан немесе жай ғана пышақтың көмегімен майда етіп турап шықсаңыздар болады. Одан соң осын пресстен өткізіп болған соң барлығын біркелкі болғанша араластырып, дайындап қоямыз. Мінекей нанымызда беті осылай қызарып шықты. Енді осы терең ыдысымызға жаңағы заправкасына нанымызды салып, бетін жауып, барлығы бірігіп араласқанша жақсылап араластырып шығамыз. Мен негізі видеода осылай қақпағын жауып, сілкіп, солай біріктіріп араластырып шықтым. Негізі қолмен де араластырып шықсаңыздар болады. Сарымсақты дәмімен болып шыққан сухаригіміз осымен дайын. Иісі енді мұрынды жарады. Өте керемет болып шықты. Енді екінші заправкамен, яғни паприкамен жасайтын боламыз. Оған формасын мен осындай кішкене кубиктеу етіп турап шықтым. Дәл жаңағыдай осылай табамызға салып, беті қызарғанша 5 минутқа духовкамызға жіберетін боламыз. Енді заправкасы да дәл солай. 2 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық тұз, және де мен көз мөлшерімен паприканы салдым. Немесе үйде паприкаларыңыз болмаса, кез келген дәмдеуішті қосып істей берсеңіздер болады заправкасына. Осылай қып-қызыл болып, әдемі болып шықты. Енді жаңағыдай беті қызарған сухаригімізді осы ыдысымызға салып, бетін жауып араластырамыз. Менікі толықтай дұрыстап араласпаған соң, кейінірек қолыммен жақсылап араластырып, біріктіріп шықтым. Мінекей енді 2 түрлі дәмдеуішмен қосылған сухариктеріміз дайын. Ол уақытқа дейін сорпамызда қайнады, картопымызды жұмсарды. Енді қамырымызды салатын боламыз. Негізі сәл пельменге ұқсас болып келеді, бірақ ерекшелігі осы дайындалу жолында.
Қамырымызды салып болған соң, енді бір қайнатып алып қамырымызды, одан соң баяу отта сорпамызды жай қайнатып алатын боламыз, толықтай пісіп шыққанша. Мінекей 10 минуттан соң сорпамыз да дайын болып қалды. Осындай өте әдемі болып шықты. Кішкене жуаларым, енді пияздарым күйіп қалды, бірақ ештеңе етпейді, дәміне әсер еткен жоқ. Енді ыдысыңызға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мен жаңағы дайындалған сухарикелерімді салып, дастарханға ұсынатын боламын. Достар, каналымның 90% көрермені каналымды подпискасыз көреді екен. Егер де сіздер қазақша контенттің өсіп, дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, онда каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Мінекей сорпамыз да дайын болды. Енді өте түрі де сондай әдемі, дәміне мүлдем сөз жоқ. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте ерекше рецепттердің бірі деп сіздерге сенімді түрде айта аламын. Астарыңыз дәмді болсын.